Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді болып шығатын запеканка жасайтын боламыз. Ең алдымен жаңағы 10 картошкамызды суға қайнатып пісіріп қоятын боламыз. Дайындап, кейіннен шампиньоныды видеодағыдай қылып турап аламыз. Дайын болған біздің картошкамызды езіп, 100 мг сүт және де май салып езіп дайындап қоясыздар картошканы. Осылай пияз турап аламыз. Грудинканы видеодағыдай турайсыздар. Сковородкамызға майды қойып және де сливочный май салып ертетін боламыз. Кейіннен пияз және шампиньоныды қызарғанша қуырып аласыздар. Қара бұрыш, базилик, тұз саласыздар. Тауықтың етін салып қуырасыздар. Және кориандр немесе куркума салып араластырамыз. Дәміне қарай тұзын салатын боласыздар. Үш 4 минуттай қуырғаннан кейін сливки құямыз. Сливки 200 немесе 300 мг құясыздар да, баяу отта крышкамен бетін жауып қоясыздар. 10 минутқа міндетті түрде баяу отқа қойыңыздар. Кейіннен запеканкамыз жинайтын боламыз. Ең алдымен піскен, бағана видеоның басында айтқан болатынмын, картошкамызды осылай бірінші жайып шығамыз. Бетіне сыр себеміз, молырақ болса дәмдірек болады. Келесі грудкамызды, шампиньоны, пиязды осылай бетіне қойып шығамыз.
бетіне сыр сеуіп молырақ 200 градуста қызып тұрған духовкамызға 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Солай біздің запеканкамыз дайын болады. Өте дәмді әрі тез, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий жазып өтіңіздер. Және плейлист бөлімінде басқа да тағам түрлері, тәтті түрлері бар.